Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге криптоманьяк және де мен бүгін сіздерге қалай airdrop'тан $20 алуға болатын, одан кейін қалай тегін букс ашып, ішінен $1 $500 дейін сыйлық алуға болатын көрсететін боламын. Ол шынымен барлығы рас. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, барлығын сіздер түсінесіздер. Ал енді каналға әлі тіркелмесеңіз, міндетті түрде каналға тіркеліңіз. Бұл жерде крипто ойындар немесе Merge Earn проекттер, криптовалюта жайлы жаңалықтардың барлығы осы каналда болады. Міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Ал енді видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Енді одан бөлек 1 минут. Бізде Telegram канал бар. Бұл Telegram каналда YouTube-қа шықпаған ақпараттар осы жерге де шығып отырады. Яғни бұл жерде дәл қазір адам аз болғандықтан посттар аз. Бірақ мен қандай болашақта қандай проекттерге кірдім, қандай проекттерден шықтым, мысалы қандай ойынның криптовалютасын сатып алдым, немесе қандай ойынның криптовалютасын сатып жатырмын, барлығын осы жерге сіздерге айтып отыратын боламын. Сол үшін міндетті түрде Telegram каналға да тіркеліңіздер. Описаниеда ссылкасы болады. Ал енді қараңыздар, біріншісі OKX деген биржадан сыйлық алуға болады, яғни Tiny Books алуға болады. Ол букстың ішінен $1 $500 дейін сыйлық шығады. Оны қалай аласыздар? Просто OKX деп жазамыз. Үлкен әріптермен жазыңыздар, немесе ссылкасы менің Telegram каналымда болады OKX-тің. Сол жерден де ала аласыздар. Одан кейін кіресіздер, установка жасайсыздар. Міндетті түрде установка жасау керек. Ал менде бар, сондықтан установка жасамаймын. Мен просто өзімнің OKX-іме кіремін. Бұл жерден таппасаңыздар, ссылкасы менің Телеграмымда болады. Сол жерден кірсеңіздер болады. Одан кейін қараңыздар, осы жерге телефон номермен немесе электронный почтамен создай аккаунт деген басып тіркелесіздер. Одан кейін реферальный код деп тұрады. Міндетті түрде осы кодты жазыңыздар, 19338797 деген. Бұл код менің кодым. Бұл кодсыз сіздерге Tiny Books бермейді. Мен өзім біріншісі ешкімнің кодын жазбай просто тіркелген, маған ештеңе бермеді. Кейін екінші аккаунт аштым, одан кейін өзімнің кодыммен өзіме басқа аккаунт создавать еттім деп айтсам болады. Яғни 3 аккаунт аштым, екеуіне Tiny Books берді, біреуіне бермеді. Сол үшін міндетті түрде өздеріңіз осы реферальный менің кодымды жазасыздар. Ссылкасы тоже реферальный код менің Telegram каналымда болады. Енді бұл жерге тез жазып тіркелесіздер, мен тіркеліп қоямын, қазір өзімнің аккаунтыма кіріп көрсететін боламын. Қараңыздар, енді мен қазір өзімнің аккаунтыма кірдім. Сіздерде кірген кезде сразу сіз Tiny Box алдыңыз, ашасыз ба деп сұрайды. Ал если олай сұрамаса, награды деген жерге кіресіздер. Одан кейін Tiny Prize деп тұрады, соны басасыздар. Мені көргендеріңізде менде уже 100 сатоши сұрап тұрмын. Себебі менде кеше осы аккаунтпен 2 приз алған болатынмын. Мен қандай приздар алғанымды қазір осы жерде шығады. Қазір міндетті түрде көрсететін боламын. Қазір мен букстар қалай аштым, қазір көрсетемін сіздерге. Ал енді қараңыздар, екіншісі ол TEDx деген биржа. Бұл биржаның ссылкасы менің Telegram каналымда болады. Сол жерден аласыздар. Бұл жерге біз не істейміз? Бұл жерден біз осы TEDx деген монетаны аламыз. Яғни осы биржаның монетасын аламыз тегін airdrop ретінде. Ал бұл биржаның монетасы әлі сатылымға шықпаған. Жақында сатылымға шығады. Сол кезде біз оны жақсы бағаға сата аламыз. Қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Барлығын электронный почта жазасыздар, пароль жазасыздар, барлығын істеп болған соң зарек басасыздар, регистрация жасайсыздар. Ссылкасын әрине менің Telegram каналымнан аласыздар. Ал енді тіркеліп болғаннан соң бұл жерде міндетті түрде біз верификациядан өтуіміз керек. Ол үшін қалай өтеміз? Просто профильға кіресіздер и профильда міне начать верификацию деген бастайсыздар. Одан кейін тоже осы жерге ат жөндеріңізді барлығын жазып шығасыздар. Одан кейін тоже тұратын жерлеріңізді, типа Қазақстан, улица, анау-мынау. Одан кейін далее деген басып, удостоверенияларыңыздың сіздерге шығады. Удостоверение ID карта, или удостоверение личности, или не деп шығады, короче, водительский права деп шығады. Сол үшеуін біреуін таңдаңыздар. Мен ID карта таңдадым, сол үшін бұл жерде 3 түр бар. Жаңа айттым, паспорт и ID карт, одан кейін водительский право. Ал енді қазір мен тез алдымен артын салып, одан кейін ары қарай жалғастыратын боламын. Ал енді қараңыздар, мен алдын удостоверениенің артын салып болдым. Ол үшін қалай саласыздар? Бірінші алдын салыңыздар деп шығады. Загрузить файл дейсіздер. Одан кейін сіздерге мені қарасаңыздар, сразу камерадан немесе файл арқылы деп шығады. Одан кейін алдын салып болған соң подтверждать етесіздер. Міндетті түрде дәл осылай
қисық емес, былай айналдырып емес, дәл осылай примерно. Одан кейін удостоверениеңізді қолыңызға ұстап тұрыңыз, содан кейін tidex.com деп жазыңыз, одан кейін бүгінгі датаны жазып, астына өзіңіздің қолыңызды қойыңыз дейді. Яғни бір удостоверениемізді ұстаймыз өзіміз қолымызға, екінші бір параққа дәл солай tidex.com деп жазамыз, одан кейін астына типа бүгінгі числоны жазамыз, одан кейін біздің өзіміздің қолымызды қойып, сол суретті осы жерге саламыз. Қазір мен тестте салып шығамын. Мен барлығын жасап болдым, маған күте тұрыңыз, сіздің документтеріңіз тексерілуде деп жатыр. Көргендеріңіздей тек қана тексеріс қана қалды. Енді сол тексеріліп болғаннан кейін бізде барлығы біту керек. Мен верификациямды қабылдады. Өздеріңіз көргендей қалай істеу керек екенін мен көрсеттім. Верификацияларыңызды примерно 5-6 сағат ішінде қабылдайды. Қабылдап болған соң сіздер не істейсіздер? Сіздер просто airdrop деген жерге кіресіздер. Мына 3 сызықты басасыздар, одан кейін сіздерге airdrop деп шығып тұрады. Airdrop деген басасыздар. Одан кейін қараңыздар, біз не істеуіміз керек? Біз airdropты алу үшін осы жерге $20 толтыруымыз керек. Ол долларды қайтып сразу шығарып алсақ та болады. Қараңыздар, бізге 200 штук TDX береді. Ол ең арзан курспен $20 деп тұр, бірақ ол болашақта өседі. Уверен болсаңыздар болады. Ол биржа если жақсы дамып жатса, міндетті түрде өседі. Қараңыздар, ол үшін біз не істеуіміз керек? Регистрация жасауымыз керек, жасап қойдық. Кей верификацияны өтуіміз керек, өтіп қойдық. Енді депозит салуымыз керек. Одан кейін барлық осы каналдардың барлығына тіркеліп шығуымыз керек. Содан кейін біз $20-ға TDX-імізді алатын боламыз. Қараңыздар, қазір кішкене көрсетіп кетейін. Мысалы, қараңыздар, CoinMarketCap'та бұл биржаның токені уже бар. Әлі ценасы жоқ, бірақ бар. Яғни міндетті түрде шығады деген сөз. Енді қадап кетпесе, бірақ көргендеріңіздей міне бұл токен емес, бұл биржаның өзі. Міне TDX токені тұр. Міне токені әлі ценасы жоқ. Көргендеріңіздей жақында шығады. Одан кейін мысалы 2 жыл алдын примерно гейтті дәл осылай таратқан токені дәл қазір бір токені $6 тұрады, $5-7, почти $6 тұрады. Ну, болашақта мүмкін осы гейт сияқты жақсы дамып жатса, мүмкін оның да токені $5-6 тұруы мүмкін. Одан бөлек Nexo бар, сәл болса да көтерілді токендер. Ну, кейбір биржалар бар, жақсы көтерілді. Мысалы, гейт бар, өте жақсы көтерілді. Кейбір биржалар бар, бірақ өзінің аудиториясын жинай алмай, токендер өспей, сол қалпында қалып кетті. Мүмкін, бірақ біз міндетті түрде $20 аламыз. Қазір мен сіздерге қалай алатын көрсетемін. Бірінші міндетті түрде толтыруымыз керек. Ол үшін балансқа кіреміз, депозит деген жерге кіреміз. Одан кейін USDT салуымыз керек. Биткоиннің орнына USDT жазамыз. Тизер алдым. Одан кейін қараңыздар, тизерге мен қандай сетпен толтырамын. Міне сеттер тұр. Ең арзан бізге болатын TRC20, яғни TRC20 пен толтырамын. Ол үшін енді просто TRC20 копировать етіп аламыз. Енді мен Binance'қа барып, қазір тестте салып шығамын. Міне мен жібердім, кетті. Примерно 5 минут ішінде келіп түсу керек. Все, жауып тастаймыз. Қараңыздар, енді тек қана бізге социальный сеттеріне тіркеліп шығуымыз керек. Тағы да 3-4 күн басамыз, сосын airdropқа келеміз. Қайсы airdrop деген раздерге келеміз. Airdropтың бітуіне 2 күн ғана қалды. Қазір істесеңіздер, міндетті түрде смело үлгересіздер. Енді бізге не істеуіміз керек? Барлығын істеп қойдық, депозит толтырып қойдық. Енді барлығына қосылып шығуымыз керек. Тез қазір қосылып шығатын болам. Мен барлығына тіркеліп болдым дәл қазір. Ал енді примерно маған $20 әлі түскен жоқ. Осы биржаға түскеннен кейін, ертең барлық біткеннен кейін бізге 200 TDX монетасын жібереді деп ойлаймын. Одан кейін ешқандай қиындықсыз өзіміздің депозитімізді салған $20-ымызды ешқандай қиындықсыз қайтып Binance'қа лақтырып аламыз.